оқушылар, бүгін біздегі сабағымыз, жаңа сабағымызды өтпестен бұрын өткен сабақты қайталайық. Өткен сабақты бортфол сұрақ формасы арқылы сұрақ-жауапмен сұрақ қойылады, сендер қолдарыңды көтеріп жауап бересіңдер. Қайреки оқушылар, біздегі бортфол программасы арқылы сұрақ қоямын. Яғни номенклатура түрлері. Біздегі органикалық өткен сабақта алқандар өттік, алқандар өттік, органикалық қосылыстар өттік. Солардың біздегі номенклатуралық түрлері қалай аталады? Асия? Тарихи және расалау. Келесі сұрақ. Яғни құрылысына қарай жіктеледі. Қалай жіктеледі? Құрылысына қарай. Оқушылар кім жауап береді? Құрылысына қарай қалай жіктеледі? Ашық тізбекті, тұйық тізбекті. Дұрыс, Амина. Келесі органикалық қосылыстар құрылысына байланысты қалай топталады және әр топтағы заттардың көміртек атомдары өзара қалай жалғасады? Кім жауап береді? Келесі Раяна. Ашық тегін форматы. Оқушылар үй тапсырмасына әр сұраққа бір балдан беріледі. Әрқайсысын өзіміздің бағалау парақшамызға белгілеп отырайық. Кім жауап берді? Плюс таңбасын қойып отырыңыздар. Енді бүгінгі біздегі жаңа тақырыбымыз құрамындағы элементтердің массалық үлесі мен зат буынының салыстырмалы тығыздығы бойынша заттың қарапайым және молекулалық формуласын құрастырамыз. Яғни бүгінгі біздегі оқушылар жаңа сабағымыз бүгін тек есеп шығарамыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты, бірінші мақсаты органикалық заттардың қарапайым молекулалық формуласын анықтау, екінші органикалық заттардың массалық үлестері және олардың буынның салыстырмалы тығыздығы бойынша органикалық заттардың қарапайым молекулалық формуласын анықтау. Оқушылар, осы тақырыбымызға байланысты функционалдық сауаттылық білеміз ғой. Әр сабақ сайын біз осы тапсырманы орындаймыз. Сол себепті мен бүгінде өткен сабақ болса да алқандар тақырыбынан мен сендерге екі функционалдық сұрақ дайындап бердім. Кәнекей бұны топ бойынша жұмыс жасайық.